Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен Тұрсынай. Бүгін сіздерге бірінші алғаш рет дайындағаннан мінсіз болып шығатын сметанник пирогының рецептісін ұсынамын. Шын мәнісінде бірінші жасағаннан керемет болып піседі. Міндетті түрде жасаңыздар. Мен айтқан барлық құпияларды жасасаңыздар, сіздерде міндетті түрде шығады. Пирог өте керемет дәмді. Қонақтар келгенде осы пирогты жасап беретін болсаңыздар, барлық қонақтар разы болып көңілдерінен шығатыны сөзсіз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Қамырын дайындау үшін бізге сары май, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш және қант қажет. Барлық ингредиенттерді видеоның астына жазып қоямын. Ыдысымызға електен ұнымызды өткізіп аламыз. Және үстіне қант саламыз. Қопсытқышымызды салып араластырып аламыз. Енді бөлме температурасындағы еріген сары майымызды салып қолымызбен үгітеміз. Бізде песочный қамыр шығу керек, орысша айтқанда крошки болуы қажет. Видеода көрсетілгендей қолдарыңызбен осылай жасасаңыздар, сіздерде тезірек осындай песочный жұмсақ қамыр шығады. Одан соң бір жұмыртқаны саламыз. Одан соң дайын қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Пищевой пленкамен немесе целлофанмен қамырды қаптауды ұмытпаңыздар. Ал енді біз салмасын дайындаймыз. Қаймақты жасалатын салма ең маңызды ингредиент. Бізде қаймақ, қант және жұмыртқа қажет. Ең алдымен ыдысқа қаймақты саламыз. Міндетті түрде қаймақ 20%-ық қаймақты біз дүкеннің 20%-ық қаймағын пайдаланамыз. Араластырып қантымызды саламыз. Енді жұмыртқаның сарыуызын бір-бірден араластырып салып тұрамыз. Енді венчиктің көмегімен осылай жайлап араластырамыз. Ұзақ араластыруға болмайды. Шамамен 10 минуттай араластырамыз. Миксермен араластыруға болмайды. Форма болмаса, қарапайым кальцоны пайдалана берсеңіз болады. Менде қамыр 30 минуттай тоңазытқышта тұрды. Енді оны алып, жаңағы жарты бөлігін астына салып, осылай формасын жасаймыз. Одан соң қалған бөлігін жандарын және бортигиді жасаймыз. Астыңғы бөлігін жасап болдық. Енді жандарын жасаймыз. Видеода көрсетілгенде жасасаңыз, барлығы да өте оңай әрі тез дайындалады. Мен қамырды ұсақ бөліктерге бөліп, форманы жандарына жабыстырып шықтым, формасын келтіріп. Әркім өз қалауынша жасауға да болады. Мысалы, қамырды илеу алып, үстіне жайып, сразу келтіріп алуға болады формасына қарай. Маған осылай ыңғайлы болғасын, мен осылай жасап жатырмын. Енді шанышқымен
қамырымыздың үстінен басып шығамыз, тесіп. Енді қаймақтан жасалған салмамызды қамырымызға құямыз. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойдым. Қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Енді лопаткамен, силиконы лопаткамен енді жандарын бортикеді басып шығамыз. Сонда формасы піскен кезде әдемі болып шығады. Пирог піскен кезде кішкене беті сарғаяды. Осындай болып шығады. Пирогты тек қана толықтай суығаннан кейін шығарамыз. Менде осындай виноградтың құттай түрлері бар. Соны кукурузный крахмалмен араластырып, сметаник салмасының үстіне салып шықтым әдемілеп. Піскен кезде әдемі болып піседі. Және де кескенде, разрез жасағанда арасы күшті болып әдемі болып тұрады, қып-қызыл болып. Менде пирогтың суына толықтай 2 сағаттай кетті. Енді жандарым босатып, осы формадан шығарып жатырмын. Егер ыссы күйінде формадан босататын болсаңыз, я болмаса кесетін болсаңыз, салмасы қатпай ағып кетуі мүмкін. Тек қана толықтай бөлме температурасында суығаннан кейін ғана кесесіздер. Сол кезде осындай әп-әдемі болып шығады. Я болмаса пирогты формадан босатқаннан кейін холодильникке салып қойсаңыздар болады. Салқын күйінде жесеңіздер өте дәмді болады. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.